Бәріңе сәлем достар, сендер мені Ида. Бүгін бізде менің блокноттарым туралы видео. Менің блокноттарым осы. Бұл менің сатып алған блокноттарым емес. Бұл менің ежедневник, немесе личный дневник сияқты ұстаған блокноттарым. Бұлар туралы менде видео бар. Каналымда барлығын таба алмайсыздар, бірақ та кейбіреуі туралы бар. Сондықтан да мен ссылканы қалдыруға бәріне тырысамын. Описанияға кіріп көріңіздер. Ал олай болса, мен видеоны бастаймын. Бірінші блокнот, ол бізде осындай блокнот. Бұны мен 5-ші класста ұстағанмын. 5-ші класста 3 жыл бұрын десек те болады. Датасына қарайық. Бірінші жазылған күн, ол 2016 жылдың 1-ші айы. 2 жыл, 3 жылдай болып қалған. Бұл блокнотты мен өтірік ұстағаным десем де болады. Себебі бұл жерде Төреғали Төреәлінің әні бар. Өте бір түрлі асылы. 5 жыл бұрын, 5 жыл сказал, 3 жыл бұрын салған суретім ойдан. Тағы да енді бір сурет бар. Менің шедеврім. Бұл асылы. Осындай нәрселер, короче, ең жаман нәрселер. Еще мен диктант жазғанмын, и диктанттан 4 алғанмын. Сол жабыстырып қойған. Айда. Негізі вообще апайға беру керек болған, мен апайға бермей өзім алып қалғанмын. Это же я. Бұл блокнот мен әлі күнге сақтап жүрмін, себебі ол маған кейін керек болады. Бұл блокнотты мен сақтап жүремін, тастамайтын боламын. Тұратын болады суырмада. Келесі осыдан кейін блокнот, мен үлкен блокнот алайын деп шештім. Бұл менің жазда ұстаған блокнотым. Бұны мен жазда ұстадым. Бұл блокнот уже нормально. Қарағанда бұл нормально. Ұстағанмын мұны. Вообще нормальный беттер бар. Көріп жатсыздар, бұл туралы видео бар. Ең қатты ұнайтын страница, ол менде аяқ жақтарда. Бұл осы ең қатты ұнайтын страница. Бұл жерде бала. Типа. И здесь тамблер. Вот здесь эта страница. Өте күшті. Бұл менде сол кездерде мен осылай сурет салған ұнатқан. Лайк. Да. Дальше бізде, по-моему, қателеспесем осы. Бұл туралы да менің каналымда видео бар. Көре аласыздар. Бұл вообще күшті. Бұл өте қатты ұнайды. Ең ұнайтындарының бірі. Осындай страницалар. Так. Бұның ішінде осындай открыткалар бар. Короче, ішінде көп нәрселер бар. Бұндай конверттер. Бұл вообще менде ағылшынша жүргізгенмін. Бұл блокноттың, бұл тетрадьтың маған өте қатты ұнайды. Бұл менің ежедневник. Номер 4 дневник. Бұл туралы да менде каналда видео бар. Я бұл наушник, потому что мен даусым шықпай жатыр. Содан кейін менде осы. Мен қателестім. 4-ші, мынау 3-ші. Мына блокноттан кейін осы блокнот. Бұл блокнот өте жақсы. Бұны мен сентябрьден бастап қолдандым. И 6 ай қолдандым. Еще бұл маған өте қатты ұнайды. Бұның ішінде көп воспоминаниялар бар. Мысалы, сурет салған, бұл мен нормально шыққан суретім. Еще менде футболисттің қолдары бар. Ең күшті күндерден естеліктер қалған. Бұның ішін әр жерін оқып, мен жақсы күндерде де еске аламын. Осындай күндер. Маған барлық күнделіктерім өзімнің ұнайды. Еще бұл жыртылып қалған, потому что менің әнім бұны жыртқан. И менің көп блокноттардың бірінші беті жазылмаған. Мысалы, осы сияқты. Так, открою сейчас. Мінекейді. Анам блокнот сияқты, мұнаның да бірінші беті тап-таза. И жоқ, бұныңқы таза емес, біріншісінде бетінде балам keep calm and don't read my diary деп жазылып тұр. Ал соңғы блокнот бізде осы. Бұны мен май айында ұстадым. Май айындағы. Бұны мен бітірмегенмін. Мінекей қарасаң, подождите. Ішінен осындай билет шықты. Бұны мен өзіме ұнайды. Бұл жерде менің әдемі суреттерім бар. Мен уже сурет салып үйрене бастадым. Бұл жерде мен сізге қазір біраз суреттер көрсетіп шығам. Ішінен цитаталар бар. Короче, маған ұнайды. Ішінде көп нәрсе бар. Уже естеліктер өте көп. Мен достарым туралы. Менде чесі бар, смотрите. Тақсыр оқуға болмайды. Мен жеп көретін адамдар. Шын айтсам, ол, конечно, бір түрлі жеп көретін адамдар болғаны, бірақ та өмір. Менде бір осындай карточкалар бар. Бұл не екен тұрап, мен каналда бұл туралы да видео бар. Мен көрем, өзім есімде қалмаған. Не туралы бар, не туралы жоқ. Ссылкада көресіздер, қандай элдаларға бар екен. Ссылкаға кіріп көріңіздер. Әр адамның өзінің өмірінде естеліктер болатын шығар. Менің естеліктерім осы блокнотта сохранителеді, жазылады. Бұны мен ұстағанына 2 жылдай болды. Бұл жерде мен өзім бір жаққа шыққанда немесе ең күшті күндерді жазамын. Мысалы, біз
экспоға барған кезде астанадағы бір апта жазылған. Бүгін іші осындай, сырты осындай, шеттеп бар осындай. Бұл туралы видео қаласаңыздар жазыңыздар мінекей. Вообще бұл шоколад. Бұл туралы мен толық не екенін бәрін айтып бере аламын. Сондықтан да бұл туралы видео қаласаңыздар, міндетті түрде комментарияға жаза кетіңіздер. Мен міндетті түрде бұл блокнот туралы сіздерге видео түсіретін боламын. Сондықтан да комментарияға кіріп жаза кетіңіздер. Так, біз барлық блокноттарды көрдік. Мінекей менің барлық блокноттарым. Мен бұларды тастамаймын, ол менің екінші формама барып тұрады. Сондықтан да мен осы үшін тұтамын, чтобы потом прочитать их, чтобы кейін оқу үшін. Ал егер сіздер менің блокноттарымды оқығанды қаласаңыздар, ішіндегі нәрселерді осы үш блокноттың қайсысын оқығандарын оқи аламын. Қайсысын оқығанды қаласаңыздар, комментария жаза кетіңіздер. Және де егер бұл видео сіздерге ұнаса, міндетті түрде лайк басыңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, себебі мен сіздерді күнде күтемін өзімнің каналымда. Каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер, және де өздеріңіздің достарыңызға айтуды ұмытпаңыздар. Олай болса, бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басыңыздар, айтқанымда каналға тіркеліңіздер. Бәріңізді жақсы көремін, құшақтаймын. Сау-сау. Ыстықтап кеттік қой.